Махамбет атындағы Атырау театры байырғыдан бері елге танымал театрлардың бірі. Өздеріңізге белгілі академиялық деген атақ алғаннан кейін біздің осы Алматы қаласына жолымыз түсті. Жолдамамен келіп жатырмыз. Біраз спектакльдер көрермендердің көзайымын айналады-ау деген спектакльдерді алып келдік. Бұлардың ішінде атап айтатын болсақ, Иран Ғайыптың Сүйінбай спектаклі, содан кейін Шыңғыс Айтмақтың 2 спектаклін алып келе жатырмыз. Біреуі бетпе-бет, біреуі мәңгүрт деген спектакліміз. Және күні кеше арамыздан өткен, дүниеден озған қазақтың жазушысы Рахымжан Отарбаевтың Бас деген спектаклін алып келе жатырмыз. Және балаларға арналған Маугли ертегісі. Ол күн сайын Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында күн сайын таңертең мезгілде. Осы спектакльдерді алып келдік. Енді қазіргі көрермендердің талғамынан, ойынан шыға ма деген сұрақтарға енді көрермендердің талғамы биік қой, әрине. Оған біздер жауап бере аламыз ба, бере алмаймыз, оны көрермендердің өздері шешеді деген үміттеміз. Негізі біздің спектакльдеріміз, біраз спектакльдеріміз бар қазір, бірақ соның ішінде осы жолы алып келген спектакльдеріміз сол жаңағы жоғарыда аталған спектакльдер.